Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өзімнің каналымда сіздерге кеспені қалай илеп, қалай жаюды және де езілмей пісетін кеспенің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сізге ұнары сөзсіз. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін беріліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал мен кеспенің қамырын илейміз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды қосамыз. Ешқандай су да қажет емес. Осы 2 жұмыртқа 1 шай қасық тұз қосып, қамыр илейміз. Осылай қасықпен араластырып аламыз алдымен. Одан соң ұнымызды аз-аздан қосып илейміз. Алдымен осылай жарты бөлігін електен өткізіп аламыз да, қасықтың көмегімен араластырамыз. Одан соң қамырымыздың қалған бөлігін қосып, тағы да қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырларыңызды илеп болған соң, мінекей қатты болғаны дұрыс. Өйткені сорпаға түскен кезде езілмей әдемі болып піседі. Енді осындай ыдыспен төңкеріп, қамырымызды демалдырып қоямыз. Қамырымыз бір 10 минуттан кейін демалғаннан кейін ұнымызға аунатып, әдемілеп жайып аламыз. Достар, қамырды дәл видеодағыдай жайған кезде алдымен шет жақтарын басып, осылай үлкейтіп аламыз. Сәл үлкейгеннен кейін оқтауымызға орап, қамырдың үстіне салмақты баспаймыз, тек оқтаудың 2 шетін осылай қолымызбен басып илейміз. Яғни сәл үлкейгенше осылай илеп аламыз. Қамырларыңыз үлкейгеннен кейін қамырдың 2 шетін басып илей берсеңіздер болады. Сонда қамырларыңыз біркелкі дөңгелек болып жайылады. Қамырларыңызды жұқа етіп жайып болған соң, ұнымызды ортасына жақсылап сеуіп аламыз да, дәл видеодағыдай кесіп шығамыз. Негізі осылай кеспес бұрын қамырларыңызды біраз 10-15 минутқа қалдырып қойыңыздар. Қаязған қамырды кескен өте әдемі болып шығады. Менде асығыс болғандықтан бірден кесіп жібердім. Өзіңізге ыңғайлы етіп кесіп алсаңыздар да болады. Пышақтарыңыз өткір болса, жіңішке әдемі болып кесіледі. Осылай кесіп шығамыз, достар. Неке кеспелеріміз шашылып, әдемі болып кесілді, жіп-жіңішке болып. Сіздер де жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнары сөзсіз. Ең бастысы кеспе көжелеріңіз әдемі, езілмей, өте дәмді болып піседі. Кеспе көженің рецептін қоспадым, оны барлықтарыңызға түсінікті білесіз деген ойдамын. Тек осы кеспенің қамырын кесіп, қалай илеу керектігін сіздермен бөлісіп отырмын. Ал достар, ендеше видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Кеспе көжелерін жасап көріңіздер. Видео ұнаса, менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар, яғни келесі менің видеоларымды жіберіп алмас үшін. Достар, назар қойып тыңдағандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.